Махинур кенеттен айғайлап жібереді. Бұл арада 25 жыл өткеннен кейін оның алғаш рет дауыс шығаруы еді. Сол сәтте оның ұстамасы ұстап қалады. Алтын өте ақылды әйел екенін көрсетеді. Ол Синаннан күдіктеніп, оған, сен ол әйелді танисың деп сөйлейді. Махинурды бөлмесіне алып келеді. Осы кезде Чағла Синан мен Доғанның әңгімесін естіп қалып, екеуінің де бар шындықты білетінін түсінеді. Ол қашпақ болады, бірақ Доған тоқтатып қалады. Сонда Чағла, сен бәрін білесің ғой. Онда неге ештеңе білмегендей болып жүрсің? Деп сұрайды. Бихрам жеке жайға шабуыл жасауды жоспарлайды. Алайда дәл сол сәтте полиция келіп, жоспары жүзеге аспай қалады. Доған Чағлаға болған оқиғаның бәрін айтып береді. Сонымен қатар оның әкесін Синан емес, Тахир өлтіргенін де жеткізеді. Сифа мен Гүлшен бір-бірінің құпиясын ешкімге ашпауға келіседі. Ал кездесуге келгенде ешкімді көрмейді. Тек арнайы безендірілген бөлме ғана көздеріне түседі. Чағла Дидемнен той күні Махинурдың үйде болмағанын сұрайды. Сонда Дидем сол күні Махинурдың біраз уақытқа жоғалып кеткенін мойындайды. Шындықты білгеннен кейін Доған мен Чағла бір-біріне бұрынғыдан да жақындай түседі. Мұны Доғанның психиатр құрбысы байқап қалып, сыпайы түрде олардың қарым-қатынасы туралы сұрайды. Бірақ Доған Чағланы тек сырлас адам ретінде көретінін айтады. Бихрам Махинурды алып кетудің жоспарын құрып, өзіне көмектесетін адам ретінде Алтынды таңдайды. Алтынның да бұған келісе кетуіне себеп бар еді. Ол Махинурды жақтырмайтын әрі Синанды қызғанатын. Осы уақытта психиатр Махинур мен терапия өткізіп жатады. Махинур ештеңе айтпай, өз ойын сурет арқылы жеткізеді. Чағла мен Доған дәлел іздеу үшін Чағланың үйіне келеді. Ұзақ іздегеннен кейін олар Махинурдың пальтосынан қанның ізін тауып алады. Ал Гүлшен Сифаға оған деген сезімі күшейіп бара жатқанын мойындайды. Бірақ Нұргүлге қатысты жағдайды қалай шешерін білмей дал болады. Доған пальтоны сараптамаға жібереді. Сонымен бірге Махинурды сатып кетпейтінін айтады. Егер Тахирдің кезінде Юсуфты өлтіргені дәлелденсе, Махинурдың ісі жеңілдейді деп шешіп, сол кезде ғана бәрін полицияға айтатын болып келіседі. Алтын Ламияға барып, Синаннан күдіктеніп жүргенін айтады. Бірақ Ламия Махинурды мүлде танымайтындай кейіп танытады. Кейін Алтын мен Ламия психиатрмен сөйлеседі. Ал Бихрам Дидемді шақырып алып, өзін Алтынмен байланыстыруын сұрайды. Чағла мен Доған психиатрдың көмегімен Махинур салған суреттерді талдайды. Соның нәтижесінде суреттегі скальпельдің Тахирдің үстелінде тұрғаны анықталады. Алтын Дидемнен хабарлама алады. Доған Мелектің жағдайын білуге келеді. Сол кезде Гүлшен шыдамай, оған бар шындықты айтып береді. Прокурор Мелектің жағдайы жақсарғанын айтып, оны түрмеге алып кетеді. Синан Махинурмен сөйлесуге келеді. Артынша Наз да кіреді. Бір қызығы, Махинур Назға ерекше мейіріммен қарайды. Алтын мен Бихрам кездесіп сөйлеседі. Бихрам Махинур туралы барлық шындықты айтып береді. Осыдан кейін Алтын оған көмектесуге келіседі. Алтын Махинурды Чағлаға алып барамын деп алдап шығарып, Бихрамға тапсырады. Бихрам оны алыс жаққа алып кетеді. Ал Нұргүл Сифаны ұнатып қалғандай. Бірақ Сифаның нақты кімді жақсы көретіні түсініксіз. Бірде Гүлшенге, бірде Нұргүлге жақындап жүр. Синан Махинурдың жоғалып кеткенін айтып, дабыл қағады. Бихрам Махинурды күштеп алып кетіп бара жатады.
Әрине, Махинур қатты қорқып қалған. Синан оны алып қашуға отбасының бір мүшесі көмектесті деп бәрінен жауап ала бастайды. Ашуға булыққан ол ақыры Махинурдың кім екенін айтып қояды. Дидем мен Генджо сөйлесіп тұрған кезде Бихрамнан қоңырау түседі. Осылайша екеуі де Махинурды алып кеткенін біледі. Олар бірден Чағлаға барып болған жағдайды айтып береді. Сонымен қатар, бұл іске алтынның да көмектескенін жеткізеді. Алтын болса отбасы ішінде үлкен шу шығарады. Тіпті үйдің ішінде нағыз көтеріліс басталғандай болады. Осы кезде Ламия анасымен сөйлесіп отырып, күтпеген шындықты ашады. Сөйтсе кезінде Тахир екеуі Махинурдың сәбиін жасырып қойған екен. Демек, сәби тірі. Ойпырмай, бұл отбасының құпиялары қашан таусылады. Сараптама нәтижесінде пальтодағы қанның Тахирге тиесілі екені анықталады. Мұны алтын естіп қойып, бірден Ламияға барып бәрін айтып береді. Бихрам Махинурды өз тойына арнап киіндірмек болғанда, Махинур өз-өзіне жарақат салады. Амалы таусылған Бихрам Генджоға қоңырау шалады. Бұл жолы оған Доған көмектеседі. Осылайша Бихрам Махинурдың жарасын тігіп береді. Психиатр диктофондағы жазбаны тыңдап отырып, Махинурдың бір сөз айтқанын естиді. Ал Сифа Гүлшеннің телефонын алып, Шим-Шикке кездесейік деп хабарлама жібереді. Доған мен өзгелері үйлерді іздеп тауып алады. Ал Бихрам болса жасырынып қалады. Доған ұзақ іздеп жүріп оның қайда тығылғанын анықтайды. Содан кейін Бихрамға кетте қал. Махинурды қалдыр. Оның жағдайы ауыр дейді. Ақырында Бихрам қашып кетеді. Сифа тастанды жерге келеді. Бірақ кездесуге нақты кім келгені әзірге жұмбақ күйінде қалады. Ал психиатр диктофоннан Махинурдың бала деген сөзді айтқанын естиді. Ең соңында Ламия полицияға Махинур туралы хабар береді. Прокурор келіп, Махинурды өзімен бірге алып кетеді.